сіздермен қазақша жақын каналы, және бүгін мен сіздерге итальяндық партиядағы ловушканы көрсететін боламын. Ақтар E4, қаралар E5. Ақтар атпен F3 қолын жүріп, қара жауынгерге шабуыл жасайды. Қаралар атпен сауыт қолын жүріп қорғайды. Ақтар пілмен S4 қолын жүріп жүреді. Осы кезде қаралар да пілмен S5 қолын жүреді. Осы кезде біз жауынгермен S3 қолын жүреміз. Келесі ходта жауынгермен 2 қадам алдыға жүріп пілге шабуыл жасау үшін. Осы кезде осындай ходтар жасайтын вариант бар. Осы кезде біз олардың патша ғана қорғап тұрған әлсіз жауынгеріне шабуылды күшейтеміз. Егер де ол жауынгерді қолғамаса, біз екілік соққы жасаймыз. Сол үшін олар ауыс-түйіс жасайды. Енді бұл 2 фигура қорғап тұр. Осы кезде біз уәзірмен H5 қолын жүріп, матқа дайындамамыз. Егер де біздің уәзірге шабуыл жасса, біз аттың көмегімен осындай мат қоя аламыз. Ал егер де жауынгермен біздің алдымызды жапса, біз атпен бағана жауынгерді тиеміз. Егер ладьясын бергісі келмесе, уәзірмен осы ходты жүреді. Осы кезде біз естіп оның уәзірін ұтып аламыз, бірақ біз осы жауынгерді жейміз. Және де қос жақ, ол пілдің алдын жаба алмайды, себебі ат жақ беріп тұр, атты жей алмайды, піл жақ беріп тұр. Қос жақтан тек хан қаушу керек. Осылай жүрсеміз осындай, және осы ходтан кейін осындай мат қоямыз. Ал егер де осы ходты жүрсе осындай шық, және осы ходтан кейін бағанағыдай мат болады. Ал егер де бағана ладьямен жегенде, біз оны ладьясына ұтып алатын едік. Және бұлай жүрсе де, оның ханы қауіпте. Және де біз жақында ханымызды ауыс-түйіс жасап қамауға кіргіземіз, атты шығарамыз, пілді шығарамыз. Және де ойын соңына қалып бізде уәзір шыққан, оларда уәзір шықпаған. Ойын соңында уәзір шығу керек. Және де бізде атака ханға жақсы өтіп жатыр. Бұяқта біздің ұту пайызымыз өте көп. Осы кезде сіздер ұта аласыздар деп ойлаймын осы позицияда. Ал бұл видеоны толық көргендеріңізге рахмет. Егер де видео ұнаса, лайк қойып, тіркеліп, подписация етіп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз.